Оңтүстік Кореядағы өмірдің плюстары, менің ойымша, ең бірінші тамақ. Кореяның түкпіріне барсаңыз да тамағы өте дәмді және сапалы болады. Қаласаңыз робот-бариста сізге дәмді сусын жасап береді. Технологиялар өте дамыған ел. Екінші, қауіпсіздік. Әсіресе қыз балдарына бұл өте маңызды деп ойлаймын. Түнгі 2-де далада жүрсеңіз де, қысқа киіп жүрсеңіз де, сізге ешкім тиіспейді. Артыңыздан ысқырып ешкім сөйлемейді. Сізге посылка келсе, курьерді күтіп алудың қажеті жоқ. Есіктің алдына қалдырып кетеді. Ішінде қымбат зат болса да ұрлап кетеді деп уайымдамайсыз. Онда сіздің затыңыз ешкімге керек емес. Үшінші, жоғары айлық. Кореядағы ең төмен айлық 2 миллион вон. Сол үшін көбісі осында жұмыс жасауға келеді. Басқа елдердің азаматтарымен танысып, кругозорыңызды үлкейеді. Төртінші, корейский оригинал косметика және киім. Жоғары сапада және қолжетімді бағада. Қазақстандағы бағалардан әлдеқайда арзан. Dyson немесе iPhone бір айлығыңызға сатып ала аласыз. Бесінші, медицина және косметология. Ол жағынан Корея әлемдегі ең дамыған елдердің бірі. Врач атану үшін өте ұзақ оқып, қиын экзамендер тапсыру керек. Жай медсестра атану үшін 7 жыл оқу керек екен. Лицензиясы болмаса, сізге даже укол сала алмайды.